Ұнатпай бүгін магнумға келген ғой, баламның памперстері бітіп қалып, қай памперс аларымды білмей, миым ашып тұрса. Тақтаны қыз екен, танысқым келеді менің сізбен. Қарындас, маған да бір көз қырын салып қойсаңыз. Негізі үлкен тұрып, кішкентай сөйлегеннен без деген бар. Біздің кішкене формамызға қараңыздар, үлкен деген сияқты. Қарындас. Негізі біз де тұрмыз ғой, үндемей, аузымызды ашпай ешкіне бізге жол берсеңдерші, неге сұмдықсыңдар? Саған не сұмдықсыңдарсыңдар? Екеуін екі жақтан короче, басым ауырып кетті, басымды ауыртпарымда, одан да барам да мен қазір фрукты, алма, банан алам, естідіңдер ма? Негізі әнші болайын деп болмай қалғам ғой. Жатам, алма. Бүгін сауда жоқ қой, ұйқыда кеп кетті, белде ауырып кетті, кішкенен бір билеп қайтпақ па, дүкс. О, тыныш біреу келатыр. Тастадығайла жоқ, даусымен ашылай бермеш, құлағымды, миымды шырттың ғой, айналайын, не деген адамсыз, адам өз ұйқысы кеп отса бар ғой. Это менің ұйқым кеп атыр, короче, не мешайте, все. Екеуі екі жақта отырып, мидың бәрін айналайын, столны вечно классныйдарды жүресіңдер болса айналайын. Все, давайте работать, детки, работайте, адам келе жатыр. Ой, сұмдық, мұнда да қырылыс қой, все, алманыкі дұрыс, алманы тыңдаңдар, все, давайте дедім де, алмадан да, бананнан да, барлығын салып алдым, үйге барып кәсенеден күшлеп тұрып салат жасайым, ішіне йогурт қосып тұрып, кәдімгі салат жасап тастамасам, осы сендерден дедім де, осылай алма, бананды алып үйге қайтып баратырмын.